Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Камила. Бүгін біз коламен басымды жуатын боламын. Негізі коламен шашты жуғаннан кейін шаш әдемі болып жарқырайды. Кәдімгі бальзамның орнына осы коланы қолданатын адамдар да бар. Білмеймін, енді өзім істеп көрмегенмін. Бірінші рет шашымды осы коламен жуайын деп тұрмын. Ал ендеше бастайық видеомызды. Мен қазір шашымды жуатын боламын. Мына жақтан да түсірші, бетімнен түсірші дедіш. Ал енді, ал. Осы тұршы. Қаш көрші. Басымды жудым. Енді қазір фенмен кептіреміз. Фенмен кептіргеннен кейін қандай болғанын көреміз шаштың. Мен енді шашымды жуып болдым. Қарасаңыздар, фенмен кептірдік. Ощущениемді айтсам, басымды ұстасам, бәрібір де бір тұзбен жуған сияқты ма, қалай шірей болып қалыватыр да, қолым бәрі ұстасам шірей болып тұр қолым бәрі. Бірақ енді көріп тұрсыздар ғой, жартылай кептірдім, мен тез кептіруім керек болды. Көрсеңіздер, жақындатып, оператор кетші, жақындатып қаратшы. Қатты жақындатпа енді. Міне көрсеңіздер болады, мен айнадан. Мен айнадан қарадым. Жылтыр болып тұр, әдемі болып жылтыр болып тұр. Өзіме ұнады, шын айтсам, адамдардың айтатыны рас екен. Жаңа коламен жуғаннан кейін, пепси коламен жусаң шашың жылтырайды деген рас екен ол. Мен өз тәжірибемде көрдім. Шынымен де шаш деген жылтырайды деген күшті болады екен. Мынау бальзамдардың бәрін жолда қалдырады. Пепси, күшті деген пепси кола. Бірақ енді шірей болып қалады, былай ұстасаң да. Ұстасаң шірей болып тұрады басың. Бүйтіп ұстап отыр, мен шірей болып тұр. Бірақ әдемі жылтырады. Мен көрсеңіздер болады, әдемі жылтырады, күшті. Не жылтырап тұр ғой? Жылтырап тұр, шашым өзіме ұнап. Ал достар, енді біз тәжірибемізді көрдік. Дерзкий. Егер видео ұнаған болса, әлбетте сіздерден лайк, комментарий и подписка күтемін. Әлбетте каналға тіркеліп кетейік достар. Қызықты видеолар құдай қаласа түсіретін боламыз сіздер үшін. Және де қазақ тілді контентті халық болып, қазақ болып біргелікті қолдайық. Ал достар, давайте.